Dostlar, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін және бір әңгімелерді айтып кетуге тура уақыт болып отыр. Бүгінгі біздерді көп ойландыратын қазіргі уақыттағы жаңағы Украинада болып жатқан соғыс. Осы соғыс не үшін болып жатыр? Себептері неде? Деген сияқты әр адамның ойы әртүрлі. Әр адам бір-біріне қарсы ой айтып жатыр. Өзінің көзқарасы менен, өзінің дүние танымымен сол біреудікі дұрыс болса, біреудікі бұрыс. Бірақ әр адам өзінің көзқарасы менен өзімдікі дұрыс деп айтып жатыр. Енді егер даусым шығып жатса, жақсы, барлығы окей болса окей деп жазыңыздар. Осы видеоны кеңінен таратыңыздар. Бұл видеоның тақырыбы түсініктеме беру. Яғни түсініктеме берудің мақсаты да біздің қазақтың арасындағы тартыс бір-бірімен бір жерге ауызбіршіліктің орнына бір-бірімен тартыс ұлғайып кетті. Аралары бөлініп жатыр, түрлі көзқараста. Мен осыны теория туралы түсініктеме бергім келеді. Және сол арқылы жаңа қазақ елі біраз тартысты қойып, келешекті ойласын деген мақсатпенен осы видеоны жасап жатырмын. Енді бұл видеоны сақтап қоямын. Бөлісіңіздер. Мен ойлаймын, үлкен пайдалы видео деп, себебі әлемдегі мойындалған Hofstede теориясын қолданып, мен бүгін түсініктеме бергім келіп отыр. Не үшін жағдай Украинадағы осылайша болды деп, не үшін соғыс болды деп. Себебі бұл теорияны адам саясатта да қолданады, экономикада қолданады, және түрлі салаларда қолданады. Осы теорияны егер біздер түсінсек, білсек, менің ойымша біз жақсы мемлекет болып, жақсы тыныштық орнатып көмектесеміз деп ойлаймын. Және өзіміздің басымызда болып жатқан қиыншылық, ой, көп адамды уайымдап жатыр, бұдан да құтылуға болады деп ойлаймын. Ал Hofstede теориясы бұл дүниежүзін зерттеген халықтарды, не үшін бұл халықтар мінездері осылай деп түсініктеме береді. Бұл теорияны біз жаңа өздеріңіз білесіздер, мен Siemens компаниясында жұмыс істеймін. Біздің Siemens'тің жоғары бастығы, біз Siemens компаниясында әлем бойынша түрлі жұмысшыларымыз бар. Мысалы, Американ, Қытай, Индия, дат, неміс, анау-мынау бар. Біз бір-біріміздің мәдениетімізді түсіну үшін осы Hofstede теориясын бәріміз сабақ ретінде өттік. Мен университетте оқыған кезде де бізде экономика дегенде жалғыз экономика есеп шот емес, экономика психологияға да көп нелері бар, байланысы бар. Бұл психологиялық түрдегі экономика. Неге десеңіз, жалғыз жаңағы аккаунтинг, есеп шот деген сияқты нәрселер, бұл жалғыз экономиканың бір бөлігі, бірақ адамдардың қасиетін тану ол негізгі софт жұмсақ бөлімі. Бұл екеуі бірге болмаса, бір мемлекеттің, бір компанияның экономикасы ол дұрыс болмайды деп ойлаймын. Ал енді кеңінен таратыңыздар, біз теорияны бастаймын. Мен сізге мынаяқтан скриншот жасаған нелерді, материалдарды көрсетіп, солменен жай-жайдан бастаймыз бұны. Мен біріншіден сізге көрсетем деген материалдың ең бастауышысы мынау. Кезінде Facebook'те де осы туралы, осы пирамида туралы мен айтып кеткенмін. Бірақ осыны түсіну ең нәрсе, мәдениет деген не деген? Бірінші осыдан бастауымыз керек. Мәдениет не? Мәдениет үш нәрседен тұрады. Common to all mankind дейді. Барлық адамзатқа бір нәрсе. Біз дүниеге келген кезде ата-анамыздан генетика жағынан келетін адами қасиет бар.
бәрімізге бір. Қара демейді, ақ демейді, мұсылман демейді, христиан демейді, Қытай демейді, басқа демейді, бәрімізге бір. Бұл туымадан біткен қасиет. Ал екіншісі, жоғарысы collective by group дейді. Бұл дейді, learn деп жазылған көрсеңіз, міне, үйренген, адам өмірге келгеннен кейін барып үйреніп білген нәрсесі. Мәдениет деген, міне, осы organizational culture, national culture дейді. Бір мемлекеттік және бір компанияның мәдениеті дейді. Ал жоғарыдағы individual, бұл адам туғандан біткен жаңа төменге қасиет және үйренген, бұл екіні қалыптасқан кезде әрбір адам өзінің жеке ой пікірі қалыптасады. Яғни, мына ортадағы бұл мәдениет дейді. Мәдениет бір адамда адамдардың арасындағы қарым-қатынас, ең азында екі адам болу керек бір мәдениетті жасау үшін. Ал ары қарай жоғары әр адамның өзінің жеке несі. Бұл бүгінгі тақырып жаңағы мына мәдениет туралы сөйлесеміз. Ал Hofstede не дейді? Енді Hofstede мәдениетті 6-ға бөледі. Осы 6 ненің арқасында біз қай мемлекет қалайша қалыптасты деген нәрсені сұраққа жауап табуымызға болады. Не үшін бір мемлекеттер, мысалға, демократия болады, не үшін бір мемлекеттер диктатура болады, және халықтың, елдің арасындағы жаңағы ой пікір деген. Мысалға, бұл әрбір бөлімді мен жеке өзіне талқылап кетем. Ең маңызды бөлім бірінші пункт power distance дейді. Яғни адамдардағы мына бастық болады, жұмысшы болады, бастық болады, арасындағы қарым-қатынас, бір халық, бір ел, адамдар оны қалай соны не қылады, түсінеді. Сосын жаңағы индивидуализм және коллективизм дегенді түсінеді шығарсыз, бұл аударуға қажеті жоқ. Masculinity деген да ол да жаңағы орыс тілінде бар. Жаңағы қасиеті бір адамның, оны да түсіндірем. Жеке жаңағы uncertainty деген қатерді қалай түсінеміз. Және 5-ші пункт, біз қысқа уақыт ойлаймыз ба, ұзақ уақыт ойлаймыз ба, және біз өмірді қаншалықты мынандай орысша айтқанда серьез ұстаймыз, қатаң ұстаймыз. Ал еттік, осы 6 пунктті мен бір-бірден түсіндіріп берейін. Осы пункттен сосын біз батыс қалай ойлайды, Россия қалай ойлайды, ал Россия қоса Қазақстан қалай ойлайды деген нәрселерді шешуге болады. Мына бірінші power distance деген, мына адамдар екінші өзінен жоғары адамды қанша құрметтейді, қанша оны қорқады деген сияқты бір мағынада береді. Бұл жерде мен көбісінде бұл мемлекеттердің ішінде Қазақстан жоқ. Әрине экономикасы несі кіші болғаннан кейін көбісінде мен Қазақстан халқын орыс халқыменен көп жақын нелері бар бірге. Орыстың төңірегінде жақын бір жерде деп ойлаймын да. Енді қай мемлекет қалай дегенде сұрасаңыз, мынау айтады. Егер дейді, мына пунктті қарасаңыз, егер сіз дейді сіздің мемлекетте дейді адамдардың, мына жоғары бастық адамдарды қанша сыйлайды дейді, қанша оларға құрмет көрсетеді, қанша сыйлайды деген кезде осыған қандай жауап берер едіңіз дейді. Мысалға, мынердегі сараптамаларда low power distance дейді, яғни олар жоғары бастыққа көп ондай не қылмайды. Оларды Құдай сияқты сыйлап, бастық екен деп не дейді, жұмысын істейді, бастықтың айтқанын тапсырады, бастыққа сұрақ қояды,
одан кейін не үшін бұны істеп жатсың деп сұрақ қояды. Бұны қарасаңыз, міне, сондай халық, мінекей, Свидан дейді. Свидан біздің көршіміз, мына біздің Данияға жақын. Бұл Германия, AQSh, және UK, United Kingdom, жаңағы мына не ғой, Англия. Бұлар Италия, Испания көріп отырсыздар, бұлар low power distance'ге жататын мемлекеттер. Яғни, сен бастық болсаң бола бер, сен жұмыста бастықсың, бірақ басқа жерде, мен жеке өмірімде, басқа сен жай адамсың дейтін халық, сондай мемлекеттер болар. Мысалға, орыс жақ қарасаңыз, орыс, Сауди Арабия мына шетінде тұр да. Бұлар үлкен құрмет көрсетеді бастыққа. Бұл жерде мысалға мен қазақтарды Қазақстан менен көп араласқандан кейін білем. Мысалға ойлаңыз, бір достыңыздың, бір туысқаныңыздың, бір танысыңыздың ұлы болмаса өзі бастық болған кезде бүкіл сол жан жағындағы адамдар соған құтты болсын айтады. Ол көршісі бар құтты болсын айтады. Ол көршісі менен ол жұмысында бастық болған, оның мұнаяқтағы мемлекеттер екі айырылады. Ол жұмыста бастық болды дейді. Бірақ көрші оған барып айтпайды құтты болсын, анау мынау болсын деп. Ол жұмыстың бастығы дейді. Көрші көршілігін жасайды. Бала менен әкесі бастық болса, арасы бала әке қатынасында қалады. Бастық болу жұмыста қалады. Ал қазақ екен жүгіреді соны, ойбай деп, ана кім шешесі мақтанады, менің балам бастық болды, анау болды, мынау болды деп мақтанады. Сосын туыс ағайындар бәрі сол пәленкесінің баласы бастық болған, төлекенсі бастық, оның үйіне барып, одан жұмыс сұрап, оның алды астына түсіп деген, оны құдай қылып жібереді да. Міне, осы power distance деген осының мына жоғары болған кезде мемлекеттегі адамдар, бастық болатындар диктатураға жақын болып шығады. Ананша адам келіп оны аяғына жығыла берген кезде ол өзін мына адами қасиет бар. Өзі бай болған сайын, адам жұмысы бастық болған сайын ана несі көбейе береді да, былайыншасы өзін жоғарылау көреді біреуден, өзін артықтау көреді біреуден. Ал power distance деген хофистердің не үшін біздің Дания жақта, батыс жақта бастықтар көшеде жүреді, магазинде тауар алады, өздерінің тамақтарын сатып алады. Міне себебі оны халық бастық жұмысында бастық. Мысалға кеше концерт болды, біздің премьер-министр сол концертке халықменен бірге қатысты, халықтың арасында жүрді. Оған бір орын алып қойған жоқ, бірінші орында, оған бір әдейі бір пәлен бастық келіп деп, оған не халықтың арасында аяқ үстіне тұрып концертті көрді. Украина халқына концерт жасап, ақша жинап, сол концертке барды, Ал бірақ Қазақстанда бұндай жағдай болса, ойбай, мынау президент екен, ойбай, мынау бастық екен деп, оны бір шетке мәпелеп, жоғары көтеріп, оны не қылады да? Міне, халық осылай түсінген елдерде диктатура болады. Енді қараңыз міне жерде. Россия автократия, Сауди Арабия автократия, Индия, Нигерия, Сингапур, Мексико, Брезил, қараңыз. Міне, Польша орталықтарда келеді. Мына демократиялық елдердің көп дамыған, демократиялық дамыған елдер, мына сол жақта тұр. Ал диктатура елдер көбісінде оң жағында тұр да. Міне, осы. Бұл жерде енді кім кінәлі? Бұл халыққа біткен жаңағы мәдениет кінәлі да. Мына power distance деген біздің қазақ, айттым ғой жаңағыдай, туысы бастық болса, туысын құдай қылып жібереді, сөйтіп, бір диктатуралық мемлекет жасайды. Яғни, халықтың өзі жасап отыр. Диктатураны да өзі шығарып отыр. Халықтың өзі жасап отыр. Себебі мәдениеті халықтың солай. Ал бұл жерде біз не істеуіміз керек? Не үшін мен мынаны түсіндіріп отырмын? Егер қазақ халқына демократия керек болса, қою керек. Бұл мінезін қою керек.
бастық өз жұмысына бастық болып қалу керек. Көршісі ол бастық па, ол басқа ма, ол мемлекеттік бастық па, компанияны бастық па, оған көңіл артпау керек. Оны бір қонақ жерде жоғары көтеріп ленкес бастық келді деген нәрселер жоқ. Мысалға біздің бір көршіміз энергия министрі болды, көрші. 8 жыл ба энергия министрі жұмысын жасады да кетті өз орнына, болды. Міне, қазақ халқы көріп отырсыздар, біз бастықты өзіміз диктатура қылып жарайды. Оны мысалға діндегі кісілер айтады, Құдай саған халқын қалай болса солай бастық береді дейді, халқын қалай болса соған бастық береді дейді. Мына Хофстер теориясы да бұл зерттелген теория, міне осыны айтып отыр. Халық қалай болса бастық солай болады. Яғни бір кісі бір өмірде көтерілсе, біраз ақшасы бай болса, соның қазақтың халқы деген соның жан-жағына жиналып өліп қалады. Мына мысалға министр болғандардың нелердің қарасаңыз, ұры болса да, мемлекеттен ұрлап жатса да, соны қоштап жататын халық бар. Біздің Данияда ол 10 теңге Қазақстан бюджетінен ұрлады ма, ол бітті. Оны адам ретінде оны қабыл алмайды, бірақ қазақтың халқы көзін жұмады, ойбай бастық. Сол үшін, міне, бүгінгі Украинадағы соғыста мәселе осы. Бір шетте біздің Россиямыз бар, міне жерде халқы оны көтеріп, онан бір не жасады да, не жасады, бір фантазия ойлайтын адам жасады, бүкіл батысқа, мысалға, мен көзін бақырайтып тұрып, Украинаны алап алам деді, сондай бір құдай жасады. Ол мен осыдан бұрын бір және тікелей эфир жасадым. Батыс не үшін Россияны не қылып отыр? Россияға қатты сөйлемей, Россияда жұмсақ дәураны отыр деген соғыстан бұрын. 2014-тен Украинаның аралын басып алғаннан кейін Батыс сонда да тақымын басып отырды. Себебі Батыс және мына пункттерге келем, ойланады жан-жақты. Батыс егер өзіне Қытай зиян тиетін болса, мысалға өзіне 20% зиян тиетін болса, жауына 80% зиян тиетін болса, ол жерге соғысқа бармайды да Батыс. 20% зиян оған үлкен зиян болып көрінеді. Сол үшін шыдам менен, ақыл ой менен, ақылдасу менен арқылы жұмыс істейді. Ал мына Украинаны басып алғаннан кейін батыстың да шектен шығып кетті, мысалға батыстың несі. Ал енді мысалға барлық санкцияны салды Россияға, батысқа да мысалға зиян болып жатыр. Мысалға біздің бензин 12 крон еді, қазір 15 кронге жоғары көтерілді. Товар продукталар бағалары бізде жоғары көтерілді. Биыл бізде 4,5% инфляция болады дейді. Данияда онда инфляция 4,5% инфляция көп жоғары болады дейді. Неден? Жаңағы мына соғыстың салдарынан. Бірақ бұның алдын тоқтатмаса да батыс, ол өте үлкен қауіпті болады да келешекте. Өте үлкен қауіп төніп тұрады бүкіл батысқа, неге егер Путин келіп Украинаны ала салса, бірақ сонда да батыс тақымын қысып отыр. Соғысқа тікелей өзі қатыспай Украинаға мысалға көмек беріп отыр. Не үшін қатыспай отыр? Себебі батыстың мүддесі ол бірінші экономикалық мүдде болып келеді. Экономикалық мүдде, әзірге шейін экономикалық мүддеге батыс Украинге тікелей көмектескен де жоқ та, былайша әзірге шейін. Әзір қару-жарақ жіберіп жатыр, ақша жіберіп жатыр ғой. Себебі экономикалық мүддеден мына қауіп қатер жоғары болып кетті Россияның батыста. Сол үшін тікелей Украинаға кірісіп жатыр, бірақ сонда да тікелей өздері әскер жіберіп Украинаның ішіне орыспен соғысып жатқан жоқ,
қолынан келемдегенше мына 3-ші дүние соғысы болмасын деп әзірге шейін батыс тақымын қысып отыр, иә. Мысалға, егер ең сценарияны ойласақ та, ең қауіпті сценарияны ойласақ, мысалға 3-ші дүние соғыс басталып кетіп, атом бомба қолданса, иә. Атом бомба қолданғанның өзінде мүмкін, мысалға, Россия бүкіл Еуропаны атом бомбамен жаудырып, жоқ қылып жібереді шығар, иә. Бірақ Америка басқаның бәрін жоқ қыла алмайды ғой. Ал бірінші атом бомба тасалған кезде, екінші атом бомба тасалған кезде, сол кезде батыс бүкіл Россияны жермен жексен қылады да, сонша бұлардың күші бар. Оның уже үшінші атуына мұрша бермейтін шығар, мысалға НАТО күші да. Салыстырмаға қарағанда, Россияның қолында күші, атом бомбаның күші несін, оны атом бомба, мысалға, 6000 Россияда бар, ол 6000, мысалға, НАТО кімдің өзінде, Американың өзінде болады. Атом бомба саны бірдей, бірақ оны атуы, оны тездеу қозғалуы, стратегиялық жағын қарағанда, ол бірінші, екінші атом бомба Россиядан атылып кеткен кезде, бүкіл үшіншіні мұрша таппайды, бүкіл Россия жермен жексен болып жоғалып кетеді да, жер жүзінен. Ол жағынан да қарасақ, яғни батыс бүкіл Еуропа құрып кетсе де, Американың бір шеті құрып кетсе де, сонда да батыс ары қарай адамдары болып, тырғалатындары болуы мүмкін да. Егер бұлайша атом бомбасыз соғыс болатын болса, НАТОның күштері атом бомбасыз болатын болса, ол Россияны быт-шытын құртып жібереді. Ол жағынан да, күш жағынан да, ол Россия санаса алмайды өзін. Ал Россия бір не сияқты, мысалға, бір үйдің ішінде отырсыз, бір кісі қолында бомба бар, мен айтқаным болмаса да, мен жарып жіберем деген сияқты да, мысалға былайша қарасаңыз, Россия бір класстың ішіндегі бір шатақ бала сияқты батыс, бірақ әзірге шейін басынан сипалап, анау-мынау болып келді, бірақ ары қарай бұл үлкен соғыс болып кетуі мүмкін, 3-ші дүние соғыс болып кетуі мүмкін, неге үшін тарих ол қайталануы және мүмкін. Бұл енді ең жаман сценарияда. Екінші сценария, мысалға, соғыс Украинада болады. Мысалға, ертелі кеш батыс қанша көмектессе де, Украинаның үлкен қалаларын Россия күштері жаулап алуға әбден мүмкіншілігі күші бар. Бірақ бүкіл Украинаны неғыла алмайды, жаулап ала алмайды. Ұзақ уақытта созсақ та Россияның экономикалық күші жетпейді. Ол жерден неғылады, Украинаны бүкіл алса да, бірақ ұзақ уақытта қолынан кетеді. Бұл жерде де жеңіледі. Екінші сценарияда да атом бомба болса да орыс жеңіледі. Егер екінші сценарияда Украинада жаңағы соғыс болып неғылады, ұзақ уақытта орыс жеңіледі. Қысқа уақытта мүмкін Киев анау-мынау қалаларды алатын шығар, бомба быт-шытын шығарып, бірақ ұзақ уақытта жеңіледі ол. Ал және бір сценарияны ойлап қарасақ, Киев анау-мынауды алып, бір батыс және оған қой бұл соғысты неғылмай үлкейтпейді деп, мүмкін сөз анау-мынау неғылып соғысты тоқтатады шығар, бірақ батыс санкциясын алып тастамайды. Батыс енді жұмысқа кірісті. Батыс бүкіл Россияның қанына жүретін, тамырларына жүретін қанды бәрін жауып тастады енді. Бұл ертең аргүні алып тасталатын санкция емес, бұл ұзақ уақыт санкция. Қалай да болса, мысалға, бұл сценарияда да орыс ұзақ уақытта быт-шыты шығып, әйтеуір ең азында Путин күштен кетеді. Батыстың қазіргі несі Россияның экономикалық күшін жойып, Россияның халқын көтеріп, Россияның жаңағы өзінің мемлекетінің ішіндегі генералдары болама, басқалары болама, солар Путинді алып, бір тыныштық орнатады деген ең үлкен үміт сол. Қазір енді ол қай сценарияны қарасақ, батыс ол жеңеді ұзақ уақытқа. Ал бірақ бұл жерде Қазақстанның түсетін нелер өте ауыр болады.
бір жағынан Қазақстан не істейді соған байланысты. Қысқа уақытта қалай да болса, мына батыстың салған санкциясы Қазақстанға үлкен экономикалық зияндар әкеледі. Себебі Қазақстан менен Россияның экономикалық кіндігі көп бір-бірімен байланған. Сол үшін қалай да болса неге зияны жетеді Қазақстанға. Бірақ Қазақстан енді бұл зияндардан қалай шығу ол жолын өзі табу керек та, ең аз зиянды жолын табу керек. Егер бір сценарияда, мен айттым ғой, қай сценария болсын, ұзақ уақытта батыс ұтады Россияны. Егер Қазақстан әскери көмек беріп Россияға көмектесіп не болса, енді Қазақстанның жағдайы қалай болады деп ойлаймыз ғой. Екі несі бар. Егер неғұрлым мысалға қазіргі Қазақстанның билігі тезірек құрып кетсін түп тамырменен десеңіз, онда Қазақстан неғұрлым Россияға көптеу көмек бергені жақсы. Себебі Россия біткеннен кейін ары қарай автоматты түрде бүгінгі билікті құрып кетеді. Оны Қазақстанның халқының ішінен өзі құртады. Одан кейін батыстың көмегіменен бұлардың түп тамырменен құрып кетеді. Неғұрлым Россияға көптеу көмектессе. Бұл сценария енді жаман жері, бұл жерде әскер жіберіп Украинаға соғыс, Қазақстан қазақтар барып өліп қырылып жатса, жаман жері қазақтың халқы және жастары өледі. Ал жақсы жері ұзақ уақытта Қазақстан неғұрлым бүгінгі Қазақстанның билігінің басына отырған адамдардан тазартылса, бүгінгі мысалға ұры бар, коррупционер бар, жаңағыдай полициядағы жендеттер бар, халықты азаптаған, бұлардан неғұрлым тезірек құтылады да. Дүниеде ақ менен қара бірге жүреді ғой. Не үшін соғұрлым көптеу адам қиындық көрсе, соғұрлымда тезірек жетістікке жетеді бұл жерде да. Сол мына power distance деген жаңағы Хофстердің бұл жаңа күші. Мен айттым ғой енді, не үшін диктатура болады, не үшін нелер бір мемлекеттер демократия болады деген ең негізгі жаңағы бір мемлекеттің несін диктатура бола ма, демократия бола ма деген нәрсені халықты зерттеп шығарған несі. Енді менің ойымша қалған 5 тақырып және бар, соны да тез өтейік. Мына power distance деген ең ішіндегі қазіргі болып жатқан тақырып болғаннан кейін мен көп тоқтала өттім. Сізге қалған 5-інде тезірек айтып өтейін. Ал екіншісі индивидуализм және коллективизм деген жаңағы бұл не? Бұны табу үшін қандай сұрақ қою керек адам? If your country is acceptable that you are collectively ask for financial support for an uncle's funeral дейді. Сіздің мемлекетте дейді, сіздің салға бір туысқаныңыз қайтыс болса, коллегаларыңыздан, достарыңыздан оны жерлеу үшін ақша сұрап, көмек сұрау окей ма, бола ма, болмайды ма, қалай көзқарасыңыз дейді. Жаңағы бұл жерде адамдар жеке өз басымен бір жұмысты істеу, и болмаса группа болып бір жұмысты істеу. Жаңағыдай бізде мысалға және қарасаңыз, мына жерде мына индивидуализмді көрдіңіз ғой, мына жақта міне ақш, Германия, Свиден, Данияда осы жерлерде жатыр, Польша. Боларда айтады жоқ дейді. Бір туысын қайтыс болса, өз проблемадан дейді, ол өзі адам шешу керек дейді. Оны нормал емес та, коллегаларынан, достарынан ақша жинау. Жаңағы мен туысын қайтыс болып еді, соған көмек не қылып еді. Бірақ мына жақта қарасаңыз, мына Қытайда, Россияда, Саудия Арабияда және меніңше Қазақстанда бұл ұят емес бұл іс. Мен туысым қайтыс болып еді деген сияқты. Неге десеңіз, және бұл жерге адамдар жалғыз өзін ойлайды ма, әлде туысқандарын, достарын бірге ойлайды ма? Енді бұл жерде біздің Данияда мына жақта жатады.
Daniya адам халқы бірінші өзін ойлайды да. Бірінші өзін ойлайды, өзімді аяғымның үстіне тұрып алайын, өзім білім алайын, өзім жұмыс істеп, өзімді ақшамды табайын деп кеш үйленетін де Данияның халқы сол. Бірінші өз аяғымның үстіне тұрып алайын, мен басқаларға көмектесем бұрын деп та. Сол үшін Дания халқы олар өзім деп ойлайды бірінші. Бірінші өзінің жағдайын ойлайды, өзінің несін ойлайды. Ал мына жаққа келсек, мына Россия, Қазақстан жақ олар мына туысқандарының жағдайын ойлайды, нелердің жағдайын ойлайды, жаңағы күнделікті өмірде. Бұл жерде мына группа болып көп ойламайды халық. Ал индивидуализм халықта бұл жақсы жері де бар, жаман жері де бар да. Адам жалғыз өзін ойласа, өзім деп жұмыс істеген адамдың өзі үшін ол жұмысы жақсылау болады. Мысалға, бұл жерде мысалға сіз бастық болдыңыз, ол жалғыз кім қолынан қандай жақсы жұмыс келеді, сіз сол жақсы адамды аласыз да. Мына жақта Қазақстан бар жақта, мына Россия бар жақта сіз бастық болсаңыз, сіз туысқаныңыз кім, достыңыз ба, адамдардың қолынан келетін жұмысқа қарамай адамдарды жұмысқа аласыз, туысқандарыңызды жұмысқа аласыз. Сол үшін мысалға Назарбаев бүкіл туыстарын миллиардер қылып жіберді. Ондай нәрсе мына жақта болмайды да, мүмкін емес. Мысалға Данияда директор болған кезде сен өзіңе бірге оқыған достың болса, балаң болсын, басқа туысқаның болсын, жұмысқа алу өз қолына өлім, үлкен ұят. Ол адам өзінің достына барып, болмаса туысқаның қолына барып жұмыс істеп тұрған адамға да үлкен ұят көрінеді. Ал біздің қазақи мына жақта жатыр. Біреу бастық бола қойса, сразу жаңағы айттым ғой, бірінші пунктта да барып, аузынан кіріп, артынан шығып, осы маған бір жұмыс бола ма, не бола ма деді. Сол мәдениет осылай қалыптасқаннан кейін, өкінішке орай, халық та соған үйреніп кеткенде. Ал мына жақта, батыс жақта ондай емес. Сен қолыңнан жұмыс келе ма, келмейді ма? Ол несі. Әрине, жаңағыдай жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мында индивидуалист болған халықты ертең мысалға олар өзін ойлағаннан кейін, не қылғаннан кейін көбісі жалғыз қалады. Жалғыздық деген проблема бар. Ертең жұмыстан шығып кетсеңіз, жалғыз өзіңіз боласыз. Оны байланысыңыз көп болмайды. Туыс ағайындарыңызбен той томалақ көп болмайды. Сол үшін де мысалға бұл жерде тойлар да 20-50, көп болса 100 адам болады. Ал мына жақтағы кісілер мысалға жаңағы жақсы жері көбі адамдар, туыс ағайындары әйтеуір жиналып, тойлап, біраз көңіл көтеріп не болады да. Мысалға өлген шейін досы болып не болады да, жақсы жағы мына коллективизм жақты. Әр нәрсенің жақсы жаманы бар, бірақ мына өмірдегі жаңағыдай бизнес табу, ғылымызын қуып, ғылым алу, білім алу, технология өндіру, даму деген нәрсе көбісінде мына жақта халыққа бұйырады. Себебі мына жақтың халқы не қылады да. Сол үшін мына индивидуализм болған халықтарды, мемлекеттердің көбісі бай тұрады, жақсы тұрады, демократия жақсы дамыған. Бұл жаңағы және бұл жерде көрдік. Бұл жерде міне Россияда мына жақта жатыр. Бұл жерде де мысалға жаңағы Россия қалай мемлекет болып қалыптасты, Қазақстан қалай болып қалыптасты, батыс не үшін бұлай қалыптасты деген сұраққа адамдардың мына несі өзін ойлайды ма, әлде бірігіп ойлайды ма деген сұраққа Hofstede жауап беріп кетеді. Ал енді келсек үшінші masculinity дейді. Бұл жаңағы не қандай сұрақ қою керек, бұны түсіну үшін дейді. In schools in your country, are students encouraged to compete or to collaborate дейді. Сіздің мемлекетіңізде дейді, студенттер, оқушылар дейді, бір-біріменен жарысады ма, әлде бір-біріменен жұмыс істейді ма, бірігіп деп. Және бұл жерге қарасаңыз, мұнайға consensus oriented дейді. Сосын мұнаяқта decisiveness and financial status oriented дейді.
мынаяқтағы халық бірігіп істейтін халық. Жаңағы мектепте мысалға бұл жерде бастағандан бастап балдарға бір нәрсені бірігіп істеуді үйретеді да. Бірігіп істеп, жаңағыдай жұмыста да бір шешімді қабылдаған кезде бірігіп қабылдау. Мысалы, бастық сенен сұрау, мына шешімді шешейін деп едім, не ойлайсың, жақсы жағы бар ма, жаман жағы бар ма, ойыңды алайын деп едім деп бірігіп не қылады да, сұрайды, мысалға көпшілік болып шешеді да. Көпшілік мысалға біреуі мына болды жерде де мысалға жаңағы демократия менен диктаторлық мемлекеттерде көп нелері айтатын сөз бар бұл жерде. Мысалға мына жерде демократия елдердің халқы жаңағы бірігіп шешіп, бір мәселені бірігіп ойласып, ақылдау шешіп, демократиялық елдерге халқына жақсы жарасады да, бір-бірінің сөзін тыңдайды, бір-бірінің бәрі мынау түзу, мынау қате дейді. Ана партия, мысалы Данияда 9 партия бар, 9 түрлі ойы бар, бірақ барлығы жиналып, ақылдасып бір ортақ ой пікірде келген кезде барып бір заң шығарады, не қылады да, ойланып, толғанып тұрып. Ал мынаяқтағы халық бұлар жаңағы бірден шешім қабылдағанды нелерді жақсы көреді да, мына бірден шешім мынандай жасаймыз, анандай жасаймыз деп. Көрдіңіз, мына жерде Жапонияда мынаяқта тұр да. Олар жаңағыдай маскулинити деген еркектің несі ғой, былайынша әдеті мынандай, мен ананы кесіп тастаймын, шауып тастаймын деп не қылатын. Жапонияда тұр, мысалы Германияда тұр мынаяқтарда да, Америкада тұр мынаяқта. Мына орыс ортада тұр, Индия ортада тұр, біздің Дания мына шетте тұр да. Бұл жерде де жаңағы біз батыс болғаны менен, бұл жерде жаңағы батыстың өзі екі шетте тұр. Мына Дания, Норвегия, Скандинав елдері мынаяқтан мысалға маскулинити, мынандай еркектік мынандай несі болатын өте төменді. Мысалға маскулинитінің қарама-қарсысы мысалға әйел сияқты, бұлайынша жұмсақ болу, не болу деген нәрселерді біздің Дания мынаяқта жатыр, бірақ Америка мынаяқта жатыр да. Бұлар Германияда, мысалға Германия біздің көрші ғой, немістер. Бұлар тездеу шешімді қабылдап жүре бергенді, соңына еркек сияқты өзін не қылғанды бұлар жақсылау көреді да. Ал біздің Скандинавия елдерде ондай не жоқ, басымшылық жоқ, бір-біріне басымдық көрсету деген нәрселер өте аз. Мысалы Америкаға, Жапонияға қарағанда өте аздау. Ал кете берейік ар жаққа. Төртінші, мынау енді қатер. Бір халық қатерді қалай көреді олар. Оны түсіну үшін бұлай сұрақ қойымыз керек та. Сіздің мемлекеттегі халық дейді, жаңағы бір топ менен бірге кетуді қалайды ба дейді ма? Бір топ мысалға біз бұлай жасаймыз деп, бір кісі ол топтыкі түзу, мысалы қазақтың бір мақалы бар да, адассаң да не деп, бірге адасайық деген. Әлде бір план жасап, анау топ бір жаққа бара жатыр, оған қарсы қойып, ойланып, толғанып, жоқ, мынау түзу болмауы мүмкін деген сұрақты қойып, мына жолдан емес, мына жолдан кету деген сияқты нәрсе айтатын халық ба деп, мысалға не қылу керек та, не қылады. Оның мемлекеттерге қарасақ, мысалы біздің Дания мен Свиден, бұлар жаңағы әлемде мысалға қатер қауіпті қабылдайды бұлар. Әлем бәрін не көрмейді да, мысалға әлем бір нәрсені істейін десең, оның қаупі бар, қатері бар деген сияқты нәрсені қабылдайды. Мынандай жұмыс істесең, мынандай қатері де бар. Мына соғысқа барсаң, өлу қатері бар деген сияқты нәрселерді қабылдайды. Мысалға соғысқа барса да не қылады, өлу қатері бар екенін қабылдайды. Мысалға біздің бұл жерде айтып кететін және нәрсе, Данияда мысалға сіз ауырасыз, ракменен ауырасыз да, мысалға больницада келіп доктор сізге айтады, сіз ракмен ауырғансыз, мынандай стадиядасыз,
егер сұрасаңыз қанша өмірім бар десе, сізді шамадан айтып береді. 6 ай, 1 жыл мына ауруменен сіз өмір сүре аласыз деп, ауруын тура өзіне айтып береді да. Соны Данияның халқы қабылдайды. Содан кейін Данияның халқы мысалға өлім жақын келген кезде, не деген кезде олар пландайды. Мынандай гүл қойыңдар менің басыма, мына жерге мені көріңдер деген, мына ақшамда мынандай, мына балама, мынандай нәрсені мына балама деп таратып беріңдер деп қағаз документ жасап, олар өлгенден былайынша өздері өлім шын екенін дайындап не қылады да. Ал біздің қазақ өлімді айтсаңыз шош кетеді да, былайынша қарағанда. Ал мына жақтағы ол қауіп қатерді ондай көп жақсы көрмейтін халық. Россияда бұл жақта, мен ойымша Қазақстанда бір жақта, Италиядан қарасаңыз, Германияның, енді бұл жерде батыс, жаңағы ең батыстың жаңағы дамыған елдер, жаңағы power десем, күштің дәрежесі қалай халықтың арасында сол жерде айтып береді. Бірақ мына жерде қарасаңыз, бұл жағдайда да батыс түрлі Франция мысалға мына жатса, Бельгия мына жатса, біздің Дания, Скандинавия мемлекеттер былай мына жатады да. Ал кеттік 5-ші пункт, бір мәдениетті жаңағы қысқа ойлайсың ба, әлде ұзақ уақыт ойлайсың ба дейді. Міне оны түсіну үшін дейді, егер бір шешім А дейді, А дұрыс болса, бірақ Б оған қарама-қарсы болса дейді, жаңа шешім, сонда Б дұрыс болуы мүмкін ба дейді. Бұл жерде бұл мақсаты не ол? Бір нәрсені дұрыс па, қате ма деген мағынаға келеді. Ал бұны ұзақ уақыт ойлайтын халық жаңағы бірден А дұрыс болса, Б қате деп айтпайды. Б дұрыс болуы мүмкін дейді, ойлайды, толғанады. А дұрыс болғанменен Б қате болуы қате емес болуы не қылады дейді. Бұл халық, мысалға біз Нигерия, US, Мексико, Сауди Арабия мына жақта болса, мына қысқа уақыт ойлайтын болса, мына ұзақ уақыт ойлайтын халық мына жақта. Яғни Россияда осы жақта, Қазақстанда осы жақта болу керек, Свиден олар орталарда бұл неде келеді. Бұл жерде айтатын ойлайтын, мысалға адамдар ұзақ уақыт ойлайды ма, әлде қазір қазір нені ойлайды деген нәрселерде не қылады. Мына сол ары қарай 6-шы ең соңғы өмірді адамдар қалай көреді, мысалға өмір біреулер өте мынандай орысша айтқанда серьезно дейді ғой, өмірді сондай көреді, өте бір өзіне үлкен бір не сияқты көреді. Біз бұл өмірге бұлай жасау үшін, мынандай қылу үшін, Құдайға жақсы қол болу үшін, анау-мынауға келдік дейді. Бір жағында мына соның өте серьезно сайтан Қытай, Россия, Италия, Германия жақтар болады, Сингапур. Сосын мына өмір, мына жақта өмірді ондай көп ауыр ұстамайтын халық мына жақта дейді. Бұл жерде Свиден, жаңағы Америка нелер жатыр. Яғни бұл жерде не демекшіміз, бұл жерде айтатынымыз жаңағы өмірде қызық көріп, адам өмірде не қылуда керек, ондай барлық нәрсені серьезно ұстамау керек. Өмірдің бір жағы күлкі болу, қызық болу да мүмкін болу керек деген сияқты осап нені көрсетеді. Бұл енді былайынша айтқанда бұл 6 не жаңағы біруі жарымы жаңағы соғысқа қарата не болатын болса, біруі жарымы жаңағыдай бұл 6 dimension дейді ғой, 6 dimension жаңағы адамдардың мәдениеті ғой, мәдениетін көрсетіп тұр. Ең бірінші жаңағы айтып кеткен, жаңа күшті қалай көреді адамдар. Сосын айттым ғой жаңағыдай, біздің қазақта біреу бастық болса, 1000 адам ізінен жүреді, пәленкес бастық болды, пәленкес бастық болды деп. Сосын өзін ойлайтын халық бар,
бірігіп ойлайтын халық бар. Бұл жерде де үлкен айырмашылық бар қазақ менен мысалы Данияның арасында. Енді осы еді менің айтып негізінде айтқым келген, не қылып келген. Осыны менің ойымша түсінген адам көп. Қазіргі болып жатқан жағдай да көп адамды уайымға түсірді, неге түсірді. Біраз адам ойлана бастайды да. Жаңағыдай қазір біздің немісте информация да көп келіп жатыр ғой. Информация келген кезде мына көп адамдар фильтр қыла алмайды. Мынандай егер теорияны адамдар білсе, үйренсе, мына көп мына информацияларды, қате информацияларды адамдар фильтр қылады да. Мынау ақылға сәйкес келеді. Себебі мына халықтың, мына адамдарды мысалға не әдет ғұрпы мәдениеті осылай деп. Мысалға Россиядан шығып жатқан информациялар көбісі қате информациялар, бірақ халықтың көбісі де біледі Россияның өзі қате екенін. Бірақ олар мысалға Россия басқа мемлекетке кіріп, соғып, ашып, анау-мынау қараған кезде, ол кезде мысалы орыстың халқы көбісі өзден үлкен көрсетеді, өзін мықты көрсетеді, не қылып көрсетеді. Сол үшін мына мен айтып отқан жоқпын, батыстың информациясы бәрі не дұрыс деп айтып отқан жоқпын. Батыстан да қатеге кетіп бара жатыр. Біраз біздің негізінде мына информация, телевизион болсын, анау-мынау болсын, қандай да бір соғыс болса, нақты несін айтатын еді. Енді бұрын 90% дұрыс ортақ, бір мысалға Иракта соғыс болды, Сирияда соғыс болды, 90%-й шындық, әділетті айтатын еді бұрын батыс. Мен қазір көріп отқаным біздің Данияның каналдарының өзі шамадан 80%-ға төмендеп кетті да, шындық 80%-ға төмендеп кетті. Бір 20%-дай өзін орта ұстамайды да, бұлайынша Россия менен Украинаның ортасына соғыста өзін ортақ позишн дейді ғой, ортақ неде ұстамайды. Мына хабарда айтып отқандар, сөйлеп отқан кісілер көбісі эмоцияға беріліп, Украин жағын ұстайды да. Ал бір хабарды айтқан кезде ортақ ұстау керек. Бірақ 80% информация дұрыс. Ал Россияныкі қазір жіберіп жатқан информацияныкі ол 80%, 20% дұрыс, 80% қате да. Осыны адам біліп түсіну керек та. Жаңағыдай Хофстедтің айтып жатқан теориясы және соларды түсіну керек. Содан кейін адамның фильтрі күшті болады, мықты болады. Содан кейін өзі де эмоцияға беріліп, не қылмайды да. Мен мысалға Еуропа қазақтары деген группа бар. Сол жерде бүкіл информацияны қай жерден алынған шейін қысқаша қазақшаға аударамда, сол жаға лақтырып жатырмын да. Информация қазір көп қой. Өзімнің жеке парақшам толып кетпесін, не қылып ол сразу оқып, ар жағы қажет емес информация да. Көбісіне өз парақшама мынандай адамдар уақыты өтпейтін информацияларды қоямын. 10 жылдан кейін адамдар ашып қараса да, мысалға сол информация айтылған сөз, жазылған сөз керек екен, оларды өз парақшама қоям. Ал қысқаша мысалға соғыста болып жатқан жағдай анау-мынау қазіргі кім қандай болып жатқан, жаңа Еуропа қазақтарына қоям. Сол группаға кіріңіздер, сол ең нақты, менің ойымша ең дұрыс, мен айтпаймын 100% дұрыс деп жаңа айттым ғой, жақсы информацияны неден сол жерден аласыз. Бүгін өкінішке орай көп кісілер жазады, үлкен қылып белгілі қылып жазады да, информацияны қай жерден алғанын айтпайды, не қылғанын. Ол орыс жағынан келген ба, батыс жағынан келген ба, соның өзі үлкен бір сигнал береді да, информацияның қанша дұрыстығы, қанша қателеген информация береді. Көп кісілер информацияны алады да, өздері сол информацияны соғысты ішіне барып көрген сияқты болса сала салады. Ол информацияны адам тексеру керек, қай тілде шықты, қай жерден шықты деген сияқты нәрселері. Сол үшін мен тыңдап отқан, жазып отқан кісілер болатын болса, менің ойымша жаңағы түпкі нұсқасының сілтемесін қою керек ол жерде. Неге десеңіз, сіз егер қоймасаңыз, бұл Қазақстан халқында сондай әдет ғұрпыға ұшырап кетуіміз мүмкін. Мысалға, әрбіріміз бір үлкен журналист сияқты болып кетеміз. Өткенде бір кісіге жазып едім,
мына информацияны қайдан алдыңыз десең, ой, пәленкестің сайтынан алдым ғой, сол жазып отыр. Мәтін ол қай жерде шыққан, дұрыс па, қате ма білуге болады. Бұл қиын ғой. Ой, пәленке айтты ғой, енді соның информациясы дейді. Информация деген бір қазір видеолар шығып жатыр, көбісі фейк видеолар шығып жатыр, не қылып екі жақтан да соғыс болғаннан кейін шығады ғой. Соларды адам байқау керек, не қылу керек та, эмоцияға салынбау керек, түсіну керек. Одан кейін мына біздің бүгінгі айттым ғой, санкциялар болар, ертең арғы күні алып тастайтын санкция емес, бүкіл соғыс қойылды дейік. Украинадағы батыс менен Россия мен Украинаның ортасында келісім шарт қойылды дейік. Бірақ батыстың санкциялары бұлар ұзақ уақыт Россияның есін таңдырады, үлкен экономикалық шығынға Россияны жеткізеді. Бұл санкциялар бұлар алынбайтын. Әрине біреу жарымын алып тастауы мүмкін, бірақ ұзақ уақыттағы бүкіл батыстың, Еуропа мен батыстың, Американың Россияны әлсірету, Россияның ендігі рет бұндай бір қадамға бармайтындығы экономикалық күшін алу. Қазіргі батыстың стратегиясы да. Ал бұл жерде Қазақстанда үлкен шығынға келеді, жетеді. Ол бір табиғи нәрсе. Егер экономикалық саяси жағынан өзіңізді бір мемлекетке байласаңыз, неғұрлым көпті байласаңыз, сол мемлекеттің көбісіне соғұрлым санкция келетін болса, соғұрлым көптеу зиян болады да. Әлі Қазақстанда үлкен проблемалар болады, экономикалық проблемалар болады. Рубль мысалға құнсызданып қалады. Баяғы 90-шы жылдары естеріңіз болса, рубль құнсызданған кезде бүкіл россиялықтар келіп Қазақстандағы бүкіл дүкендерді тонап кетті. Рубль соңынша мүшек болып, камаз болып Қазақстанның қасында қалды. Неғылып. Әзірде сондай үлкен мүмкіншілік бар. Менің айтуымша рубльге Қазақстан халқы басқа сабын да сатпау керек Россияға. Сатса долларға сату керек, ең азында сатса барып теңгеге сату керек. Менің ойымша теңге ол да не болады? Құлайды. Қазақстанның несі халық банкасы қанша интервенция жасаса да, мына экономикалық несі жететін зияны Қазақстанда өте көп мол болады. Әрине қазір қысқа уақытта Қазақстан көп ақша, мұнай бағасы көтеріп жатыр ғой. Соған қарата көп ақша табуы мүмкін. Егер бір жолдарын тауып, басқа жолменен мұнай өткізіп, біраз ақша жинап, ары қарай теңгені қалыптасып, болмаса Қазақстанның мемлекеттік қорындағы ақшаларды, сыртқы валюта, евро, доллардарды қолданып, теңгені сақтап қалуы бір шамалы мүмкін. Бірақ мұна санкциялар ұзақ уақытқа кетеді. Ұзақ уақытқа кеткенде мұна не сияқты бір тамырыңызды кесесіз, әсте қанағады ғой. Әсте қанағып, ағып, барып соңында әлсірей бастайсыз. Әлсірей сосын банкрот болады да. Бұл Қазақстанның мысалға қазір қанша ақшасы бар болса да, бұл жаңағы теңгені сақтап қала алмайды. Қысқа уақытқа сақтап, ұзақ уақытқа сақтап қала алмайды. Неге десең, бұл санкция айттым ғой, бұл көп ұзақ уақытқа баратын санкция. Оған неғұрлым Қазақстан кіндігін, байланып қалған кіндігін Россиямен неғұрлым тезірек үзіп, мысалға мұнай экспорттайтын жолдарды басқа жол тауып, импорт, экспорт тауарларын басқа мемлекеттерменен неғылып, енді мен және бір сөздерге кетіп қалам, ары қарай бірақ Қазақстанның мемлекетінің ондай нәрселер жасауға қолынан келмейді. Компетенс дейміз ғой, ақыл, ой, пікірі, білімі келмейді Қазақстанның. Бұл жерде егер мысалға Қазақстан мемлекеті жұмысшылары өте жақсы маман болғанда, жақсы жұмыс істегенде, мына жемқорлық аз болғанда, бұл жерде негізінде Қазақстанға үлкен бір мүмкіншілік туылып тұратын еді. Үлкен мүмкіншілік болатын еді. Бірақ өкінішке орай Қазақстанның бүгінгі билігінің қалай олар билеп отқанын, соларды бәрін санап келген кезде, ондай қазіргі түсіп тұрған пайда мүмкіншіліктің бір бөлігін қолданса да, бірақ толық қолдана алмайды. Мүмкін бір 20%, 30% қолданады, толық қолдана алмайды. Сол үшін бұл жерде Россиямен неғұрлым
кімді көптеп байламаса көптеп зиян шегет Қазақстан бұл жерде. Ол табиғи. Бірақ айттым ғой жаңағыда, егер Қазақстанның басқармасы білімді болса, не болса, бұл жерде үлкен мүмкіншіліктер жататын еді. Егер Қазақстанның халқы бірігіп, мемлекет менен бір болса, бұл жерде Россияның мына жалғыз экономикалық емес, саяси несінен да көлеңкесі болады ғой. Саяси көлеңкесінен да шығып кетуі әбден мүмкіншілігі бар болып тұрған заман. Осыған дайындалып, келешекте күту керек. Қазір келешекте не қылу керек, қолдану керек та. Осы тайминг ол уақыт заман болады да. Сол уақыт заманға дайындалу керек Қазақстан. Бірақ өкінішке орай ондай билік, ондай білімі бар адамдар бүгін мен Қазақстанның басында көріп отқан жоқпын. Пайдасынан бүгін Россияның зияны көп тиеді ол. Сол үшін Қазақстан халқы менің ойымша біраз өздерін өзі сақтап қалған жөн болады. Мысалға, ақшаларын біраз жинап, ертең тауарлар қымбаттайды, инфляция болады. Мысалға, сіздің бүгін 100 миллион теңгеңіз болса, ол бірнеше жылдан кейін ол 50 миллион теңге сияқты болады да. 100 миллионның 50 миллион теңге. Демек, сенің ақшаңдың жартысы не болып кетеді, жолып кетеді деген инфляция болса. Солардан сақтану керек. Қазақ халқы көп дарақылыққа бармау керек. Біраз той, ақшаны көп шашуды, анау-мынау енді коронавирус келіп біраз қазақтың ішіне желілеп кете берді ғой, біраз желін біраз шығарды. Бірақ әзірге шейін егер келешекте үлкен бір дағдарысқа ұшырамасы десе, жалғыз бүгін қазақ халқы өзін сақтау керек. Әзір бұның эффектелері көп. Біздің Еуропада да әзір не қылады, тауарлар қымбаттайды, инфляция болады. Мен айттым ғой, жаңа 4,5% инфляция күтіп отырмыз биыл. Өмірде ондай инфляция Данияда болмаған, көп уақыт болады да. Сосын біздің қазір Еуропа, Дания қазір шешім қабылдап жатыр. Ең орыстың тамырына баратын қандың түпкісін үзіп тастауға Еуропа план жасап жатыр. Бұл санкциялардан басқа орыстың мұнай менен газын тоқтату. Биылдың өзінде 2-ден 3 бөліктен 2 бөлігін тоқтатамыз деп пландап отыр. Ал 2027-де бүкіл орыстың мұнай менен газын тоқтатамыз деп отыр. Бұл жерде яғни инвестиция ақша салады, басқа салаларда салады. Мысалға, мен жұмыс істеп жатқан желдермен компаниялар бар ғой, желдермен энергиясына салады, бұл нелерді басқа мемлекеттерменен не қылады, шарттасады, жаңа жолдар табады, бұны жасайды. Біздің мысалға Данияда газ құбыры бар, мұнай құбыры бар. Бұл табиғатты бүлдіреді деп, осыдан 2 жыл бұрын газ құбырын шығарып жүрген, газ құбырын шығармады. Табиғатты бүлдіреді, оның анау-мынау болады деп, мына Россияның арзан газы мұнай келіп тұрған кезде, ол мынандай инвестиция салып, оны шығаруға да Россияның мұнайына қарағанда қымбаттау тұсы. Сол менен көп нәрселерді Данияда аз болса да аз мұнайын шығармады, бірақ енді ол өз аз мұнайын болсын, газы болсын, ең азында бүкіл Данияны қамтамасыз ететіндей қылып шығарады. Анаяқта Норвегияның газ мұнайы көп, ол жақтан оларда ары қарай көптеп шығарады. Сосын жаңа жолдары тауып жатыр. Мысалға, мүмкін Иран менен қайтадан саяси жағдайды өзгертетін шығар. Саудия Арабияға біраз қысым жасап, ол жағынан оның мұнай газы көбейтеді. Сосын LPG, мына газ бар ғой, газды LPG түрде Америка басқа ұлттардан әкеліп, соларға қазір Еуропада не жоқ, база бар ғой, мынандай сақтап тұратын LPG газды. Соларға қазір инвестиция салып, оларды көбейтеді. Соныменен әзірінше шешілген жоқ, 2027 деп отыр. 2027-ден бүкіл Россияның газ менен мұнайынан тәуелсіз боламыз деп отыр. Бүгінгі Россияның
тамырларына жүгіртіп отқан қанда осы мұнай менен газ Россияны құтыртып отырғанда, Россияның олигархтарын да жаратып отырғанда, Россияның осы Украинаға соғыс ашып неғылып отқанда, осы мұнай менен газдан түсіп отқан ақша Россияға, яғни батыстың ақшасы. Егер бұны 2027-ге шейін кесіп тастаса, демек Россия ары қарай өз-өзінен бітеді. Өз-өзінен және Россияның халқы аштыққа ұшырайды, жағдайлары түседі, ары қарай кете береді да, тас домаланып кете береді. Мысалға, Россияда ондай технология жоқ. Өзіңіз көріп, мына Лада, Россияның машина жасайтын Ладасы тоқтап қалды зауыты. Себебі оның көп саймандары сырт елден келеді ғой. Аты Лада болғанменен, оның саймандары көп технология сырт елден. Ол тоқтап қалды. Сөйтіп, мысалға, бүкіл Россияның зауыттарын жүргізіп тұратын батыстың технологиясы көбісі олар шегініп жатыр. Оларды Россия айтып жатыр, біз өзіміз салып жаратып, өзіміз істейміз дейді. Ондай ғылым, білім жоқ Россияда. Жаңа Қазақстанның билігі сияқты қазіргі ситуациядан пайдаланатын білім жоқ болған сияқты Россияда да жоқ. Россияда мысалға қазір шошқа бағуды, Россияда, шошқа бағуды біздің Даниядан патент алып бағып отыр да, патент алып бағып отыр, яғни не сияқты joint venture сондай нелері сияқты. Мысалға Дания шошқа оған береді, ана болатын шошқаларды береді, сосын одан кейін жем тамақтарын береді Дания, одан кейін мына шошқаны тұратын жерлері бар ғой, ақыр дейді ма не дейді, соларды жасап береді Дания. Ғылым жағын бәрін шошқа бағудың Дания беріп отыр. Әзірге шейін тоқтап қалған шығар енді. Орыс сонда ана шошқа бағады ғой, шошқа бағып сатқан кезде 25% ба сондай несін Данияға береді, жаңағы ненің не дейтін еді ол, жаңағы беріп атқан білімінің несін Данияға береді. Яғни бір мемлекет шошқа бағуға шейін меңгермеген мемлекет, ол басқа технологиясы жоқ, оның жалғыз құтыртып отқаны мұнай менен газы, тура Қазақстан сияқты. Сол жағдайда отқан Россия, айттым ғой, жаңа офистерді қарасаңыз, не үшін Россия соғыс ашты, не үшін бұлай құтырып кетті дегенде офистерді және уақытыңыз болса қайтып қараңыз, соны ойланыңыз, не қылаңыз, бұл бәрі өз-өзінен түсініктеме береді деп ойлаймын. Ал енді сұраққа көшейік. Қандай да бір сұрақ болатын болса, мен көп сөйлеп қойдым. Көп коммент кетіпті, енді мен бәріне бұның не қыла алмаймын ғой. Мен тез бірайынша бір сұрақ болатын болса, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, бәрі нәрсе бұндай рахмет, анау жазбасаңыз да болады, себебі сұрақтардың арасына кетіп қалады. Егер бір сұрақ, нақты сұрақ болса жазсаңыз жақсы болады, себебі нақты сұрақтар кетіп қалады көп коммент болған кезде. Мен төменге бара салайын, енді қайталаған сұрақтарыңыз болса, мына жақтан төменде жазыңыз, төменден қалта толтыру дейді, жеме ұрлық, жайлаған өтірік, мақтаныш, осы 5 жылдар бұрынғы статистика. Енді ол бәрінде біліп тұрған нәрсеміз, бәрі жемқорлық, ұрлық деген сияқты сол ғой құртып отқан. Бүгін Украинаны құртып отқанда себебі сол. Негізінде сіз бүгін біз бәріміз Украина деп шектеліп жатамыз. Украинада тура мына Россия сияқты, Қазақстан сияқты олигархтары болды, ұрылары болды, ақшаны ұрлады. Бұл 30 жылда Украина өзінің белін буып алып, Еуропаның бір мемлекеті бола алмай отқан себебі де міне осы ішіндегі жемқорлық, ұрлық мемлекетті тоздырды. Ал енді бар әрекет етіп, мен батысқа қараймын деп әрекет етемін деген кезде, мына жақтан Россияда бас салып отырды. Негізгі егер 30 жылында Түркияға тастай бір жұмыртқа сияқты болып жамылғанда,
бүгін Россия ешбір нәрсе жасай алмайтын еді. Қазақстан да бүгін мың түрлі болып бөлінгенде, діни, саяси, басқа бөлінген бір несі жоқ, мына ұлттық кодексі, ұлттық бірлік деген нәрсе жоқ. Әрине бір-біріменен адам келіспеушілік болады, анау болады, мынау болады. Ертең Россияның әскері кіріп келген кезде, сол кезде бүкіл ең азында 80% қазақ халқы тұрып қарсылық бере ала ма? Мысалға, бере алмайды, мысалға, менің ойымша. Қазір бірақ ең азында Украина халқы сыртқы жауға қарсы беру дәрежеге өздерін жеткізді да, бірақ Қазақстан халқы ол дәрежеде емес деген мен ойлаймын. Мысалға, қазір көп мына украиналықтар, сырт елде жұмыс істеп жүрген украиналықтар өз елін неғылу үшін, құтқару үшін Украинаға соғысқа қайтып бара жатыр да. Бұл, яғни ұлттық бірліктің несі, сигналы, түсініктемесі, сол үшін олар, менің ойымша, Украин еш вақыт не болып жойылып кетпейді. Қазір Украина 100% басып алса да, бірақ келешекте батыстың санкциясыменен бүкіл Украинадан, мен ойлаймын, қайтадан орыс шегінеді. Өзінің тамағын таба алмай елін асырай алмаған халық, ол баяғы СССР қалай құлдырап кетті, экономикалық күші жоғалып кетіп, Россияда сондай болады. Және бір меніңше мемлекет болуы да әбден мүмкін Россияның. Еуропа елдері өздері ашықтықта ұшырауы мүмкін дейді. Дүзу Еуропа елдері не болады, қымбатшылық болады, не болады, бірақ Еуропа елі қазіргі жағдайда бұлар бір жолын табады. Неге десең, бұлар жаңағы айтып жүрген Хоффсті теориясы бар ғой, бұлар ойланады, толғанады. Не үшін бұлар, мысалға, Россияның газын бүгін кесіп тастайтын болады ғой, газ мен Россияны бүгін кесіп тастаса, демек Россияның тамырынан сразу кесіп тастайды да. Ал бірақ бұлар өздерін ойлап отыр тағы да, өздерін ойлап отыр. Россияның газ менен мұнайын қазір кесіп тастаса, оның өте қымбат, өте экономикалық дағдарысқа жоғары болып көтеріледі. Бірақ әсте не қылып отыр. Мысалға, мен білетін, мысалға, қазір Данияның халқы да қазіргі алған айлығы, мына нелер, тамақтар 5%, 4%, 3%, жаңағы инфляция 4,5% болады, өседі. Бірақ Данияның байлығы, халқына алған айлығы бар ғой, жартысында кесіп тастасаң, бүгінгі Данияның халқының орташа алып жатқан ақшасының жартысында кесіп тастасаң, қымбатшылық болып, ана жартысына Қазақстандан не дәурім жақсылау өмір сүреді. Мүмкін енді сырт елге 2-3 рет бара алмайды, жылына да, демалыста 2-3 рет бара алмайды. Бірақ не жағынан, экономика жағынан ондай не болып кетпейді да, нормально халық өмір сүреді. Ол кеше Данияның халқы жай әншілер шығып бір өлең айтқан кезде, Данияның халқы неше Фейсбукте жаздым ғой, $25 миллион. 2 сағаттың ішінде $25 миллион жинап Украинаға жіберді. 2 сағаттың ішінде. Ол қазір соғыс 14 күн болды ма, 15 күн болды ма, $125 миллион. Данияның халқы, мемлекетті айтып отқан жоқпын. Мемлекет одан неше есе жіберіп жатыр. Гуманитарлық көмегінде жіберіп жатыр Данияның мемлекеті, ар жағында қару жарақ та жіберіп жатыр Украинаға. Ол не қылып жіберіп жатыр да. Мысалға, нан қымбаттайды. Дүниеде 1,5, 20% дүниедегі ұн менен оның жаңағы не дейді, бидайын Россия менен Украина беріп отыр. Бұл соғыс нан қымбаттайды, нан қымбаттаса жаңағы бензин нелер қымбаттайды, сонымен әсері болады барлық нелерге. Осы әсерді болмау үшін Россияны 2014-тен қатты қыспаққа алмады ғой Еуропа.
жай бірнеше санкция салды да қойды. Ал бірақ енді қатер туындағаннан кейін бәр нәрсені тастап бірден ненің саяси жағдайға күшті, экономика жағдайдан. Бірақ мен ойламаймын, егер Дания мысалы батыс 20% зиян шексе, Россия мысалы 80% зиян шегеді одан, ол сөзсіз. Неге десең, Россияның ешбір несі жоқ. Жалғыз Россияда бұл жерде Қытай бар. Не қылатын, біраз оған дем беріп тұратын да, ауа беріп тұратын Қытай бар. Бірақ ұзақ уақытқа қарасақ, ұзақ уақытқа, келешек мысалға бір 10 жыл, 20 жыл жәнеге қарасақ, ол Қытайдың да демі таусылады. Батыстың санкциясына анау-мынау ұшырап, Қытайдың да демі таусылады. Мысалы, Қытайда өзің біліп отырсыз, мысалы, Россия мұнай менен газын батысқа сатып отқанда бай отса, Қытай 1,5 миллион халқы бар ғой. 1,5 миллион халқын дүние жүзіне құлдыққа сатып бай отқан мемлекет. Мысалы, ол жерде жұмыс күші арзан, батыстың бәрі өндірістері анау-мынау жасалады. Мысалға, Данияда бір адамға бір сағатта 120 крон береді, 120 крон береді. Жаңа зауытта істейтін бір адамға бір сағатта. Ал Қытайда осыдан мен 10 жыл бұрын бір университетте бір мақала жазған кезде, не үшін Даниядан зауыттар көшіп жатыр деген кезде, сол кезде 1,5 крон береді екен бір сағатта. Яғни ойлаңыз, Данияда 120 крон береді бір жұмыстаға, Қытайдың бір жұмыстасына 1,5 крон береді. Яғни ол сол үшін батыстың технологиясы көшті, өндіріс жасады, сол арқалы Қытайдың билігі жаңағы импорт-экспорт жасаған кезде жаңағы налог алады ғой. Сол налогтың арқалы Қытайдың билігі байып алды. Қытай мысалы қазір мына Украина менен ненің соғысын үлкейіп кетуіне қорқақ. Егер бұл үлкейіп кететін болса, яғни батыстың халқының экономикасына зиян тиетін болса, ол жерде Қытайдың тауары да сатылмайды, ары қарай мына Қытайдың экономикасы да түседі. Бұл мына не сияқты, өрмекшінің торы сияқты. Бәрі нәрсе дүниенің экономикасы бір-біріменен байланысы бар да, бірақ біреуі екіншіге қарағанда көптеу байланыс бар. Мысалы, Россияның газ мен мұнай сататын байланысы болатын болса, мысалы, батыстың бүкіл самолеттен баста, машинадан баста бәрі технология байланысы бар да. Білім бар батыстың қолында. Білімі бар мемлекет, ол еш уақыт не қылмайды, ашталмайды, бір нәрсе қылып шығарады нелерін. Капаситет көп ол жерде. Кеше коронавирус болған кезде, мысалға, пиво шығаратын зауыттар спирт шығара бастады. Енді егер бір нәрсеге Данияда мысалы ұн қымбаттайтын болатын болса, сразу басқа нәрселерді, егетін нәрселердің орнына бидай еге бастайды. Мен дегенсен технология, білім бәрі бар қолдарында да батыстың. Сол үшін батыста қалай болса да зиян Россияға қарағанда батысқа зиян аздау тиеді. Әрине, екі ортада Қытай біраз пайдалы болып қалады, бірақ ұзақ уақытқа бұл соғыс Қытайдың өзіне де зиян шегеді, зиян болады солай. Ал енді достар, мен басқа сұрақтарыңыз болса, осының астында не қылыңыздар, жазыңыздар. Уақыт болған кезде жазба түрде жауап бере бастаймын. Егер басқа тақырыпта тікелей эфир керек болатын болса, айтыңыздар, мен ойланып қарастырып көрейін. Сол бүгінгі тақырып енді жаңағы теория арқылы, білім арқылы дүниеде болып жатқан нәрселерді түсіну еді. Сол адамдар көбісі түсінбегеннен кейін, бір нәрсені білмегеннен кейін адамдар көбісі мынадай жауыздыққа көптеу барады. Россияның халқын, мен айтпаймын жаман халықты, Россияның халқы өте жақсы. Былайынша халыққа келсең, ақ көңіл, қонақ жай, қазақ сияқты анау-мынау былайынша халық. Бірақ түсініктері аз болғаннан кейін, білімдері аз болғаннан кейін, жаңағыдай өз меншілікке ұрынады. Бір мұнай менен газ саттық, пәлен байып кеттік деп кеуделеріне соғады, үлкен не қылып, өздеріңіз білесіздер, батыста миллионер, миллиардер болса да, ол жай халық болып жүреді. Батыстың мінезі сондай. Экономикалық күшіне қарасаңыз,
әскери күшті қарасаңыз, батыс Россияны неше орайды. Бірақ ол Россия сияқты бір жердің топырағын барып басып қалып, мынау менің жерім деп, әзір батыс айтып отқан жоқ. Батыста мысалға қазір кешірім сұрап жатыр, бұрынғы колония болған мемлекеттерден кешірім сұрап жатыр. Біздің премьер-министр бір апта бұрын мына Гренландияда қылған зұлымдықтары бар ғой, соған кешірім сұрады. Мысалы, иә, батыс кешірім сұрап жатыр баяғы қылған зұлымдықтарына, басқа алған мемлекеттеріне. Ал Россия кері кетіп бара жатыр да, кері кетіп бара жатыр. Баяғыда мен мынау біздің жер еді, оны тартып алам деген сияқты нәрсе кері кетіп бара жатыр. Не үшін? Жаңағы Хофстедтің есімде қарасаңыз, халқы сондай мінезі, құлпы, мәдениеті сондай халқының, Россияның халқының. Бұған мен айтпаймын, Россияны жамандап отырмын. Біздің қазақтар Россия халқына көп ұқсаспыз да, көп ұқсаспыз, ұқсайтын жерлеріміз көп. Мысалға айтамыз, баян кезде қазақтың жері еді, төлен кезде қазақтың жері еді. Баяғы тарихты көп қозғай береміз. Бірақ келешекте біз қалай аман сау қаламыз, соны көп ойламаймыз да. Бірақ сол мақтана береміз, көбісі пәлен ата бабамыз былай қылды, абылай олай қылды, толай қылды, олар кезінде жасады, істерін істеді, қазақты аман сау сақтап қалды. Бірақ біз не жасауымыз керек? Келешекте ол өткен шақ өтті, кетті. Келешекте біз білімді болуымыз керек. Мысалы, Хофстед сияқты теориялерді оқуымыз керек, білуіміз, түсінуіміз керек. Сол үшін шартарапты біз қандай қадам бассақ, мемлекетке, елге, халыққа қандай зияны бар, қандай пайдасы бар, соған қарап стратегиялық түрде ойланып, толғанып, қадам басуымыз керек деп ойлаймын. Әйтпесе, көрдіңіздер, мысалға, мемлекеттер өзін сақтай алмайтын мемлекеттер халықаралық заңда жүрмейді. Мысалы, Украинаны басып өтті, халықаралық заңда аяқтатып өтті, Россия күшті болғаннан кейін. Ертең Қытай да сондай сияқты келіп, Қазақстан басуы мүмкін, Россияда басуы мүмкін, батыс бомбалауы мүмкін, неғылуы мүмкін. Бұлардың бәрінен айырылу үшін қазақ халқы білімді, ақылды болу керек. Адам жалғыз неғылу керекті, өзіне сену керек. Біз Россия сақтап қалады, Эрдоған сақтап қалады, батыс сақтап қалады, Қытай сақтап қалады деп ол шын іске келген кезде әрбірі өзінің несін ойлайды, әрбірі өзінің мүддесін ойлап кетеді. Мысалы, Афганистанда соғыс болып, аш болып жатыр, батыс не үшін онша миллиард көмектесіп жатқан жоқ. Иракта соғыс болды, басқа болды, ондай миллиард соғыс болып жатқан жоқ. Мынау қазір Еуропаның ішінде болып жатқан соғыс, Украин Еуропаның ішіне жатады. Содан кейін қазір бүкіл Еуропа батыс қолынан келемдегенше бұл қауіп қатерді тоқтату үшін күшін салып жатыр да. Себебі батыстың өзінің басына қатер келіп отыр. Сол үшін осыны түсінетін адам болса, білетін адам болса, бірінші Қазақстан өзіне халқы мен билігі бір-бірімен жақындап тастай жұмыса, еш уақыт, еш мемлекет Қазақстанды ала алмайды. Сол бірлік керек. Бірлік кеткен ел, ол жем болады. Ол Қазақстан, бүгінгі Қазақстан дайын тұрған жем. Егер бір нәрселердің факторлер бар да, балансты тұрған Қазақстан қазір, сол факторлердің біреуі қозғалып кетсе, орнынан әсіресе қазіргі жағдайда Қазақстанда соғыс ашылып кетуі өте үлкен мүмкін. Егер бірігіп, жаңа айтқандай бірігіп, ауызбіршілік қылып, халық, билік бірігіп жұмыс істеп бірге не қылса, Қазақстанда қазіргі жағдайда үлкен мүмкіншіліктерді туып тұр. Ал достар, бастарыңызды ауыртпайын, соменен айтарымды айттым деп ойлаймын мен. Сол сау аман болып тұрыңыздар, уайымдамаңыздар, қайғырмаңыздар. Бұл дүниеден әр адам келеді, кетеді, атом бомба тастаса да, ол адам өледі, бәріміз өлеміз қой, оның қорқатын нәрсесі жоқ, бірақ мына атом бомба тастайды, соғыс болады деп, анау мынау болады деп, өмірдеріңізді, тәтті өмірдеріңізді не қылмай, аш жығылмай, мына ойлау қабілетті қолдан бермей, адам жаңағы контекст бар ғой, контекстен шығып кету керек та. Фейсбукке жазсаңыз да, басқа жазсаңыз да, бір нәрсені
не қылып ойлап түсініп ойланып жазыңыз. Bir сөйлескенге де сондай нәрсе керек та біздің халық жаңағыдай не ғой, жаңағы офисте айтып кеттім ғой, бірден не қылады, мынаны жасайық, мынаны жасайық деп өз не қылып жаңағыдай бастықтарды құрметтеп кетіп, бұлардан құдай жасап, құдайдан сосын әрі диктатор болып, олар сол қылықтарымызды қоюымыз керек деп ойлаймын. Сол үшін осы теорияны әсіренше бірінші пунктін көп түсіндіріп кеттім, айттым. Ойлаймын, бір адам болса да осыдан пайда алады деп. Ал айтқан сөз мен өзімдікі, ішінде пайдалы нелер болатын болса, алсаңыз қоп, егер әртүрлі бір зиян болатын нәрсе болсаңыз, оны алмай-ақ қойыңыз. Себебі мен де бір информация өз білгенімді, жиғанымды сіздерге айтып отырмын, бірақ бәрі менікі дұрыс деп қабылдамаңыз. Өзіңіздің критикалық ой пікіріңізді таразыға салып тұрып, керегін алыңыз. Керек емегенсін тастай салыңыз. Солай халық болып, сондай критикалық ойлайтын халық болу мен өз арманым. Қош, енді сау аман болыңыздар. Бізде күн жақсы, ауа райы күшті, барып далаға біраз жүріп келейін.